Сәлем баршаңызға. Алла тағала өзіне жақын болған құлдарының дәрежесін өсіріп, абыройын арттырады екен. Ендеше Аллах тағаланың кемшіліксіз пәк сипаттарын танып, сонымен қатар қасиеттерін біліп, Алла тағалаға одан әрі жақындай түсейік. Аллах тағаланың есім сипаттарының мағынасы мен қасиеттерін білуге кеткен уақытымыз ешқашанда босқа кеткен ысырап болған уақыт болып саналмайды. Керісінше, Алланы тануға, Алланы білуге кеткен уақытымыз, ынтамыз әрдайым берекеге, Алланың рахымына, сауаптарға толы уақыт болмақ. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалям былай дейді: Алланың 99 есімі бар. Кім-кім оларды жаттап алса, жәннатқа кіреді. Сонымен қатар, қасиетті Құранда ең жақсы атаулар Аллаға тән. Оған сол аттармен жалбарыныңдар, яғни сол көркем есімдермен үн қатып дұға жасаңдар деген. Аллах тағаланың 99 көркем есімін жаттап қана қоймай, біз амал ете білуіміз керек, яғни күнделікті ол есімдерді қолдануымыз керек. Яғни дұға еткенде Аллах тағаланың көркем есімдерін айтып дұға ету біздің дұғамыздың қабыл болуына көмектеседі екен. Олай болса, Аллах тағаланың 99 көркем есімінің мағынасына байланысты біз тілектерімізде осы көркем есімдерді айта отырып жалбарынуымыз керек екен. Алдыңғы видеоларда біз 1 мен 15 аралығындағы Аллах тағаланың көркем есімдерінің қасиеттерін айтқан болатынбыз. Ендеше 16-шы көркем есім Әл-Қаххар, өктем, шексіз қаһар иесі. Толық мағынасы өте үстем, қаһарлы, өктем, өзіне қарсыларды қатты азаппен қорлайды, өлтіреді, не болмаса көпшіліктің алдында беделін түсіреді. Оның жазасынан ешкім аман қалмайды. Әл-Қаххар есімінің қасиеттері: бір мұсылман шынайы ықыласпен «Я Әл-Қаххар» деп әрдайым қайталап жүрсе, дұшпандарынан басым түседі. Шайтани және нәпсілік сезімдерден сақтанады. Екінші, залымдардың және дін дұшпандарының қаһарынан құтылу үшін күнде бұл есімді 311 рет оқу керек екен. 17-ші көркем есім Әл-Уаххаб, сый беруші. Толық мағынасы өте жомарт, береген, сый беруші. Адамдарды өз нығметтерімен ризықтандырады, берем деген нәрсесін береді. Әл-Уаххаб есімінің қасиеттері: үлкен әулие кісілер кім дұға еткенде «Я Уаххаб» десе, дұғасы қабыл болады деген пікірде болған. Екінші қасиеті: кім осы есімді күнде 19 рет қайталаса, таршылық көрмей өмір сүреді екен. Үшінші қасиеті: бір нәрсені қалап дұға етуші, дұшпанға тәуелді адам. Таршылықта жүрген, саудасы жүрмей қойған және табысы азайып кеткен, сонымен қатар ешбір ісі алға баспай қойған адам 3 немесе 7 күн түн ортасында тұрып, дәрет алып, 2 ракат намаз оқып, басын иіп, қолдарын жоғары көтеріп, «Я Уаххаб» деп өзінің жағдайын, мұң-мұқтаждығын Алла тағалаға білдірсе, Алла тағала оның мұқтаждықтарын кетіреді, қиындықтан құтқарады екен. 18-ші есім Әр-Раззақ, ризықтандырушы. Толық мағынасы ризық беруші, алуан түрлі ризықтарды жаратады және сол ризықтарымен мақлұқтарын ризықтандырады. Ар-Раззақ есімінің бірінші қасиеті: бұл есімді таңғы намаздан соң 315 рет қайталаса, Алла тағала оған жеткілікті ризық несібе береді. Екінші қасиеті: кім аш кезінде немесе ораза тұтқанда 20 рет қайталаған болса, зерек болады және жаттау қабілеті жақсара түседі екен. Аллах тағаланың көркем есімдерін танып білуге кеткен уақыттарыңызды Аллах тағала сауаптар мен берекеге толтырсын. Алла тағаланың қалауымен алда көптеген иманыңызды арттыруға көмектесетін видеолар шығатын болады. Жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, достарыңызбен бөлісіңіз.